Күн құрметті ата-аналар, мынау келіп жеткен 2026 жыл жаңа жылымыз құтты болсын. Өз ауылыма Қарасазға жол тарттым. Яғни Қарасазда менің ұлағатты ұстазым бар. Сол кісіні жаңа жыл мерекесімен құттықтап қайтайық деп болашағымызбен ауылға жол тартып бара жатырмыз. Ең мықты білім ұстаздан алған білім болып саналады. Өздігінен оқып, өздігінен жазып, өздігінен көргеннен көрі ұстаз алдында алған білім ең сапалы білім болып саналады. Оны өздеріңіздер білесіздер. Яғни менің ұстазым, ардақ тұтатын ұстазым Қарасазда тұрады. Былтыр 70 жас мерейтойын атап өттік. Шәкірттер атынан ағайымызға былтыр кабинет ашылды. Біз ол кісінің жаңағы дәріптеуді, ардақ тұтуды әрқашанда тоқтатпаймыз. Енді Алла қаласа сол үйге бара жатырмыз. Ертең өкініш болмасын деп жатырмын да. Бар кезде қадірін білу керекпіз, осы уақыттың қадірін білу керекпіз. Ағайымыздың еңбегі жүрген жерде қайда болса да жариялап айтып жүремін. Шәкірт алса, сол шәкірттер сол өзінің еңбегін жалғастырса, одан артық миллиардер керек жоқ қой мысалы. Мен мысалы үшін қазір өзім ойлаймын, мықты байымын, бақыттымын деп. Осында шәкірттерім бар, осында ұрпақтарым бар, осында балаларым бар. Сыйлап атқан ел жұртым бар мысалы үшін. Мен соның өзі үлкен бақыт қой. Сондықтан сондай биікке сендер де жеткендер. Жаңағы ол еңбек жасаған еңбек қор кетпейді екен ғой. Қанша шын мәнінде еңбек етсең, сол еңбегің түптің түбіне бәрі жалады. Бәрібір ақталады. Сондықтан Аллайым сен өздеріңе де сондай бақыт тілеймін, өздеріңе сондай жақсылық тілейміз. Аман болыңдар күндерім. Әрқашан сол жақсылықпен, қуанышпен, бір-бірімізге деген шын ниетімізбен басымыз қосылсын. Рахмет.